Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бір ғана жұмыртқадан шығатын өте дәмді әрі көп панкейки дайындайтын боламыз. Алдымен қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап аппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Одан кейін сұйық майымызды, сүтімізді құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, ең бастысы ерісе болғаны. Одан кейін ұнымызды бөліп сала отырып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Қызып тұрған табамызға бір ас қасықтан сала отырып, екі жағын аунатып пісіріп алатын боламыз. Бұл рецептпен менде 25 штук шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.